Салем достар, бүгін сіздермен донер дайындап үйренетін боламыз. Бұл рецепт өте оңай және өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыз. Ең әуелі тауық етін суға қайнатып пісіріп аламыз. Бізге керек заттар: жаңа пісіріп алған тауық етін саламыз, және картошка фри, лаваш, сосын бір помидор, бір қияр, және кетчуп пен майонез керек болады. Тауық етін осылай ұзыншалап турап аламыз. Қиярымызды жіңішкелеп ұзыншалап турап аламыз. Помидорымызды да осылай турап аламыз. Ең әуелі лавашымызды дайындап аламыз. Соның үстіне картошка фриімізді саламыз. Бір жақ шетіне видеода көрініп тұрғаныңыздай. Картошка фридің жасалу рецептін өзімнің YouTube каналыма салатын боламын. Содан кейін тауық еттерін саламыз. Өзіңіздің формаңызға қарай үстіне кетчуп саламыз, майонезімізді саламыз. Қиярымызды саламыз, жіңішкелеп туралған. Содан кейін помидорымызды саламыз. Помидорымызды барлық ингредиенттеріміз салып болғаннан кейін лавашты дәл осылай видеодағыдай қылып ораймыз. Орап болған лавашымызды ең шетін астына қаратып, қызып тұрған табамызға салып, оны 1-2 минуттай қыздырамыз. Астын үстін қыздырып болғаннан кейін лавашымызды, донерімізді алып, кесіп жей беруімізге болады. Қамыры өте күтірлік, дәмді болып шықты. Сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.